Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл. Бүгін сіздермен сондай керемет қазақтың ұлттық тағамы бұжы. Бір жақта шыжмыш дейді. Шыжмыш жасап үйренеміз. Ендеше кеттік. Алдымен бізге керекті заттар: қойдың құйрығы, қарыны, өкпесі, қатпарлы қарыны, мінекей жүрегі, тоқ ішегі, бүйрегі болса бүйрегін де қосып жібересіздер. Пияз және сарымсақ қажет. Қойдың қарнын жақсылап жуып, мінекей аппақ тазартып алдым. Барлығын, осының құйрықты ғана қайнатпаймыз, барлығын бір қайнатып алдым суға. Енді осыны жақсылап ет тартқыштың көзінен өтетіндей етіп, турап алып, барлығын ет тартқыштан өткіземін. Тек қана пиязды ғана қолдан төрт-бұрыштап турап салатын боламын. Енді оның ішіне нені алып қаламыз біз? Мінекей мынау ұлтабарды алып қалдым. Осы ұлтабардың ішіне салып пісіреміз. Сосын тақия қарын, сосын мынау қойдың бүйені. Осының ішіне салып пісіретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Мінекей барлығын өткізіп алдым. Енді өздеріңіз білесіздер, егер де үйлеріңізде ет болған жағдайда бір 500 граммдай ет қосып жіберсеңіздер болады. Мен ет қосайын деп жатырмын. Және де егер де құйрық жоқ болса, оның орнына қойдың, кез келген төрткүл малдың іш майын қосуға болады, бірақ құйрық ерекше дәм береді. Сол себепті құйрық қосамыз. Енді ет тартқыштан етімізді өткіземіз. Мінекей етті өткізіп алдым. Енді төрт-бұрыштап туралған пияздың үстіне осы дайын фаршымызды саламыз. Салып жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Сарымсақты жаңа өткізіп жібердік. Енді жақсылап араластырамыз. Егер де ішіне салатын фарштарыңыз дейміз банал аз болатын болса, онда күріш қосып жіберсеңіздер болады. Бір кесе, жарты кесе, сонда көбірек болады. Менікі жеткілікті, сол себепті күріш қоспаймын. Мінекей дайын салмамызды араластырып болғаннан кейін тақия қарынға салдым. Мінекей кішкентай болып көрінгенмен, мінекей ішіне көптеген салма кетті. Мінекей қазір осыны тікетін боламын. Содан кейін бүйенге салып алдым. Мінекей бүйенге осылай салып алдым. Мына шетін жіппен қазір буа саламыз. Оңай. Енді ұлтабар. Мінекей ұлтабарды ішіндегі майынан ажыратып алдым. Мінекей мынандай майларын бәрін алып тастау керек. Майдың бәрі алынғаннан кейін, мына бас жағын ине жіппен сабақтап, инеге жіп сабақтап тігіп алдым. Мінекей. Енді осыған саламын. Мінекей осылай саламыз. Бұл да сырты кішкентай болып көрінгенмен, ішіне өте көп фарш кетеді. Қатты нығыздап салудың қажеті жоқ. Өйткені қазанға салғаннан кейін сорпаның ішінде жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті нығыздап салмаңыздар. Осылай салып аламыз. Мінекей тақия қарнымызға салып, шетін тігіп шықтым. Мінекей осындай көлемде болу керек. Қатты нығыздаудың қажеті жоқ. Енді мінекей ұлтабарымызға салдық. Енді тігіп жатырмын. Мінекей инені сабақтап, кәдімгідей киімді тіккендей тігеміз. Осылай тігеміз. Мінекей тігіп болдым ұлтабарымызда. Мінекей. Енді бүйеніміздің ажын буамыз. Жіппен буамыз. Мінекей сыйымдылығы үлкен ыдысқа су құйып, газға қойдым отқа. Енді мінекей
тақия қарнымызды, ұлтабарымызды, бүйенімізді саламыз. Енді қайнағанын күтеміз. Мінекей қайнап жатыр, жайлап бетінде көбігін аламыз. Мінекей жақсы қайнап жатыр. Мінекей көріп тұрсыздар, мына жерде мінекей ауа толып тұр. Яғни осыны кішкене ысқылаймыз. Әйтпесе жарылып кетеді. Мінекей қарасаңыздар, майлар жайлап шығып жатыр. Сол сияқты мінекей қарнымызда домалақ формаға келді. Осының әр жерінен ысқылап жібереміз. Сонда жақсы піседі. Мінекей ұлтабарымызға да бір-екі жерінен. Енді жақсылап көбігін алып, жаңа бір рет көбігін алдым. Екінші тағы да мына жерде көбігін алып, баяу отта 2 сағат қайнатамыз. Мінекей сүзіп алдым, 2 сағат қайнады. Мінекей енді тіккен жеріндегі жіптерін суырып аламын. Мінекей бас жағын кесіп тастаймын. Енді мына жеріндегі жіптерін суырып алсаңыздар да болады, я болмаса кесіп тастайсыздар. Мінекей дайын. Мінекей шыжмыжымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша